Бесен Құранбек. Табысқа жетудің жолы адамдармен тіл табыса білу. Ол жағымпаздық емес. Мәселен, мен адамның бәрін бауыр көріп жақын тарттым. Алматы облысы Талдықорған қаласында Жетісу деген телеарна бар. Сол телеарнада 5 жыл директор болдым. 5 жылдан кейін өз еркіммен ол жерден кеткен кезде еден жуушыға дейін қызметкерлерім жібергісі келмеді. Ақырында араға 2 жыл салып ол қызметіме де қайтып келдім. Мен кете алмайтынымды түсіндім. Қазір сол телеарнаны дамыту үшін біраз жұмыстарды жасап жатырмыз. Сенесіздер ме? Мен кейде жұмысқа қандай қызметкер алынып жатқандарын да білмеймін. Қызметкерлерімнің де менің есігімді соғып кіруі шарт емес. Олардың жұмысқа нешеде келіп, нешеде кетіп жүргені де маңызды емес. Маған тек бір ғана нәрсе керек. Әркім өзінің нәтижесіне жауап берсе болды. Мәселен, сіз жаңалыққа жауаптысыз ба? Ендеше сіз маған жұмыс нәтижеңізді тиянақты етіп әкеліп бересіз. Болды. Мен сізді ары қарай мазаңызды алмаймын. Тіпті сіздің менімен бірге барып қыдыруыңызға, менімен бірге футбол ойнауыңызға, тіпті маған допты неге жөнді теппейсіз деп жіберуіңізге де болады. Ол үшін мен сізге түк те ренжімеймін.